Мынау семерка автокөлігі ВАЗ-2107. Фар жанбай қалды. Бір қапталы жанбайды фардың. Қазір тексеріп қарайтын боламыз. Қазір фарын қосайық. Қазір фарын жағып қойдым. Бір фары жанып тұр. Мына фары жанбайды тек подпарник жанады. Оны қазір тексеріп қарайтын боламыз. Мына контроліміз бар мына. Қазір мына крышкасын ашып аламыз. Сосын жайлап тексеріп қараймыз. Бірінші предохранительдерін тексеріп аламыз. Мына контролін қосайық. Массаға қойдық біреуін. Предохранительдер бәрі орында, бәрі сау. Демек предохранительден емес, предохранитель ток шығарып тұр. Енді мұны фишка жақтан тексеріп қарайтын боламыз. Фишкіден бұлай шығарып аламыз. Лампочканы, фишканы қарайық қазір. Не келіп тұр, не келмей тұр. Мүлде ток жоқ. Демек, бұған фишкеге дейін ток келмей тұр. Қазір қарайтын боламыз оны. Мына главный фишкасіне ток келіп тұр ма екен, қазір соны тексеретін боламыз. Қазір фарды қосайық, включатель. Қосып қойдық. Қазір енді қарайық. Енді жаңа контролкін батарейкасы өліп қалды, жасамай тұр. Қазір мен басқа контролк алып келдім. Сонымен тексеріп қарайтын боламыз. Жанбайды. Мынада жоқ. Плюс келіп тұр. Демек, мына фишкеге келіп тұр. Фишкеде ары қарай. Мына фишкеге дейін ток келмей тұр. Қазір оны қарайтын боламыз. Мынаның іші плюс окисление берген. Дат басып қалған. Қазір тазалап қайттан салатын боламыз. Міне жаңа главный фишкасын тазалап салдым. Енді осыдан шығып, мына фишкеге келу керек. Қазір осыны тексеріп қарайтын боламыз. Міне контролканы нөлге қойдым. Фаз келу керек, плюс келу керек яғни. О, міне жанып тұр ғой свет. Плюс келді бұған. Демек, енді жану керек. Міне фишкеге дейін ток келді. Енді лампочкаға фишканы орнына саламыз. Осылай жану керек бұйырса қазір. Міне фишкасын орнына салдық, лампочканың өзіне. Қазір енді жағып қарайтын боламыз. Включателін қосайық. Енді қарайтын боламыз. О, міне нәтижесі. Бірінші, екінші. Екі жағы да жанып тұр. Слабый контакт болып қалған екен. Мына главный фишкеден, мына екінші фишкеге плюс бармай қалған. Сол себепті жанбай қалған. Қазір мына главный фишканы тазалап, орнына салдым. Содан соң мына екінші фишкеге плюс келді. Міне нәтижесі осылай. Екі фарымыз да жанып тұр. Міне осылай
жасап алсаңдар болады, өздерің тексеріп, біздерің қарап. Түсінбеген сұрақтарың болса, ешкіге шығыңдар. Міне мынау өткенде мына контролканы 2000 теңге сатып алған болатын. Батарейкасы өліп қалды деймін. Жаңа жаңа осы жасамай қалды. Негізі мына бір-біріне тиген кезде мына жасыл свет жанып, массаны көрсету керек еді. Оны мен жасамай тұр. Онда бұның ішін ашып, тексеріп қарау керек. Міне мынау бұрынғы қарапайым контролкамыз. Міне осының көмегімен жаңа фарымызды тексеріп жағып алдық. Міне осылай екі фарымызды жақтық. Автоэлектрик дегеннің жұмысы да ауырлығы мен жеңілдігі қатар жүреді. Бұл көліктің ауырлығы мен үшін оңай табылды деп ойлаймын.